бір хадис. Егер осы хадисті психологтар түсіндірсе 5-6 бетпен түсіндіреді ғой. Пайғамбар 5-6 бет тіпті бір кітапқа сыятын мағынаны бір хадиске сыйғызып кеткен. Ар-рахимуна ярхамукумур-рахман. Ирхаму ман фил ард ярхамукум ман фис сама. Мейірімділік танытқандарды мейірімді Алла оларға мейірімділік танытады дейді. Жер бетіндегі барлық нәрсеге, қараңыз, барлық нәрсе. Ол жерге адам былай тұрсын, кәпір былай тұрсын, мұнафық былай тұрсын, жәндік, құрт, құмырсқаға шейін мейірімділік танытыңдар, сол кезде Алла сендерге мейірімділік танытады дейді. Бұл кішкентай хадис, қараңыз, үлкен ғаламдық мәселені шешіп тұр ғой. Исламда осындай бір қағида бар. Мейірімдік танытсаң, саған мейірімдік танытылады. Кешірсең, сен де кешірілесің. Көрдіңіз бе? Әл-жазау мин джинсил амал дейді. Не істесең, сол түрден соның қарсылығын көресің дейді. Кешірімді болсаң, Алланың кешірімін шақырады. Біреудің айыбын жапсаң, Алла сенің айыбыңды жабады. Хадис бар. Солай ма? Біреуге мейірімділік таныттың ба, 100% Алланың мейірімділігі саған жауады. Сол үшін өте оңай исламда. Не істейсің, соны көресің ғой қысқасы.